Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен қала әкімі Бекбол Сағын Бургер Кинг дәмханасы мен Компас жанар-жағармай бекетінің ашылу салтанатына қатысты. Дәмхана жаңа форматта қызмет көрсетеді, яғни қала тұрғындары, қонақтары көліктен түспей-ақ дәмхананың қызметін пайдалана алады. Компания өкілдерінің айтуынша Бургер Кинг Ақтөбе қаласында ашылып отырған халықаралық стандартқа сай екінші дәмхана. Бұл бір жағынан облыстың инвестициялық тартымдылығының көрсеткіші. Екі жобаға тартылған қаражаттың жалпы көлемі 1 миллиард теңгеден асады. 50 адам жұмыспен қамтылды. Серіктестік алдағы уақытта Ақтөбеде тағы бір осындай дәмхана ашуды жоспарлап отыр. Ашу салтанатына қатысқан облыс әкімі әрбір қала заман талабына сай дамуы қажет деді. Осыдан аз ғана уақыт бұрын осы компания осы құрылыстың салуына кірісті. Міне енді бүгінгі күні қазіргі заманның талабына сай жаңа бір бизнестің объектісі пайда болды. Бұл объектіні салуға мына инвесторлар 1 миллиард 200 миллиондай қаржы жұмсады. 50 жаңадан жұмыс орны ашылды. Бір сөзбен айтқан кезде бұл біздің мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың шағын және орта бизнесті даму жөніндегі тапсырмасын орындауда өзінің үлесін қосады.